Құрғақ статистикаға жүгінейік. Алматыда мемлекеттік 216 орта білім беру ордасы бар. Соның тек қана 78-і таза қазақ тілінде білім береді. Бұл шамамен 35% ғана мемлекеттік тілде оқытады деген сөз. Ал бірақ Алматыдағы оқушылардың 51%-і қазақ тілінде оқуды таңдады. Бұл да демографиялық жағдайдың көрсеткіші емес пе? 78 қазақ мектебінен бөлек 77 аралас мектебі бар. Бірақ аралас мектептің аты аралас мектеп. Кеңес одағы тұсында қазақ мектебіне зәру, атанаға орыс мектебінің ішінен қазақ тілінде білім беретін бір класс ашса да бұл бақыт еді. Ал қазір не болды? Тәуелсіз мемлекет емеспіз бе? Мемлекеттік тілді насихаттап, оны одан әрі дамытуымыз тиіс емес пе? Алматы әкімдігі 1990 жылдардың басында қалада небәрі 13 қазақ мектебі болса, қазір олардың саны 78-ге жетті деп бөркін аспанға атады. Тәуелсіздік жылдары ашылған мектептің саны 65 деген сөз сонда. 35 жыл болып қалды егемендік алғанымызға. Сонда небәрі жылына қазақ тілінде 2 мектеп аштық деген сөз бе? Тым құрғанда таза қазақ тілінде білім беретін мектептің санын 50%-ға жеткізе алмай отырған жоқпыз ба? Мұның несі мақтаныш? Ел бойынша қазақтың саны 70%-дан асты әлде қашан. Бірақ Алматыдағы таза қазақ мектептерінің саны әлі 35% шамасында. Ал орыс мектептерінің саны қанша екенін білесіз бе? 57 мектеп бар таза орыс тілінде білім беретін. Алматыда мемлекеттік мектептер, жекеменшік мектептерді қоссақ, оның саны одан да көп болады. Яғни орыс мектептеріне деген тапшылық жоқ деген сөз. Қалай оқыса да, қайда оқыса да таңдау бар. Тіл жағынан қысастық көрсетсе, орыс тілінде білім алудан қалдық деп аттандауға негізі де жоқ орыс тілді жұртшылықтың. Салыстырмалы түрде айтсақ, 1 миллионнан астам қазақ тұратын Ресейде бірде-бір қазақ мектебі жоқ. Ондағы қарагөздеріміз ана тілінде сабақ алудан қалды баяғыда. Толыққанды орыстанды, сол елдің тілін, мәдениетін, ділін, тіпті дінін де қабылдап жатыр деуге болады. Идеологиялық насихат солай, солтүстік көршімізде.